ашық дәріске қатысушылар, ханымдар мен мырзалар, баршаларыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін филиалға, академия филиалына, мемлекеттік Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалына уақыт тауып келгендеріңізге көп рахмет. Тамыз айынан бастап облыстық әкімдіктің бастамасымен біздің филиалымыздан Ұлы Абайдың қара сөздеріне арналған ашық дәрістер өтіп жатыр. Бүгін сол ашық дәрістердің 10-шы ашық дәрісі өткелі отыр. Бүгінгі дәрісті облысымыздың дене шынықтыру басқармасының басшысы Байжанов Бекболат Құстұтынұлы өткізетін болады. Зейін қойып, тыңдап, белсенді қатысып, сұрақтар қойып отыруларыңызды сұраймыз. Сізге сөз. Рахмет. Алапи Дәулетбекқызы, сізге үлкен рахмет. Осындай аудитория шақырып, Ұлы Абайдың қара сөздерін талдауға шақырғаныңыз үшін. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті аудитория. Бүгін біз сіздермен Абайдың бірінші қара сөзін қарайтын боламыз. Енді Абай қазақ тарихында, қазақ мәдениетінде орын ойып алатын аса данагөй, ақылгөй, реформатор, саясаткер, аудармашы болған кісі. Оның ойшылы Абайдың даналық деңгейі ең әуелі өзінің топырағына, өскен жеріне, шыққан әулетіне байланысты. Арғатасы Ырғызбайды білесіздер ғой, қарадан хан туған, Ырғызбайдан қарадан хан туған, Құнанбайға дейін араларындағы аталары өте танымал болған. Ырғызбай атасы кезінде қазақтың атақты би Кеңгірбайдың қасында жүрген үлкен кісі болған. Оның Ырғызбайдың анасы Айпар анамыз Ырғызбай баласы туралы шын жыр балақ шуақ төс Ырғызбайым деп кәдімгі мақтан тұтатын. Одан кейін Ырғызбайдың баласы Өскенбайдың өзі билердің институтында орын ойып алатын. Сол кезде халық арасында ісің адал болса Өскенбайға бар деген мақал шыққан болатын. Енді екінші Абайдың осындай данагөй өсіне септігін тигізген ол аналарымыз Зере мен өзінің әжесі Зере мен анасы Ұлжан анамыз ғой. Зере әжеміз қыз кезіндегі аты Тоқбала білесіздер. Өзінің естелігінде айтады, Құнанбай дейді, мен бір күн дәретсіз емізбеген дейді. Дәретсіз, пісірмеменсіз деп емізген емес дейді. Себебі дәретпен, пісірмемен айтқан сүт әр уақытта адал болады, баланың бойы да адал болады дейді. Ол туралы біздің ағи ақынымыз бар ғой, Мұхамеджан Тазабек деген білесіздер. Сол кісі айтады, желісін ғасырларда жегізбеген тарихпен тағылымды егіз көрем, кешегі Кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген дейді. Тектілік үлгісіндей Зере әжеміз Құнанбайды дәретсіз емізбеген, атаның бойындағы тазалықтан Абай туды тектілік негізбенен деп айтып береді. Жалпы аналар ұлы ғұламалардың орнында өмірінде үлкен орын алған бір. Мысалы, біз білетін Шоқанның әжесі Ұлжан апамыз, Бейімбет Малиннің Ұлғизар мен әжесі Бойдас, Мұхтар Әуезовтің Дінәсіл әжеміз. Мен қазақпын деп жырлаған Жұбан Молдағалиевтің анасы Зеріп, осы орта жүздің атақты биі Қаздауыз Қазыбекті бидің анасы Тоқмейіл, осы кісілердің барлығы бала тарихында баланың өсіп-өнуіне үлкен рөл атқарған. Себебі қазақ балалар үйленгендіргенде тек қана текті жердің қызын алған. Сондықтан да біздің қыздар әрқашанда өздеріңіздің тектеріңізге қарап, сүйекке таңба түсірмей, қазақи мәдениетпен, қазақи тәрбиемен болу керек. Баяғыда осы қазақ даласында атақты бір бай өткен екен да, сол кісі үш әйелі болып үйленіп ұл болмайды. Сонда есік алдында жүрген күң үйленеді ғой. Сол күңмен үйленген кезде бала ұл туады. Ол бала 13 келген кезде үлкен той ұстайды жаңа кісі. Соны той біткен кезде тойдың соңында жалғыз ұлы менің күміс қамшым жоғалды деп дауыс шығарады ана жерде. Оны мына кісілер алып кетіріп, осындай кісілер алып кетіріп. Сосын әкесі деді, ол балалар аған жоқ ол кісілер. Ол кісілер текті кісілер. Ұят болады, үйтіп айтпа дейді. Баласы жоқ деп қоймай қонған кейін бар енді өзің барып сұрақ қамшын дейді. Жаңа күннен туған бала артынан шауып барып, көшті тоқтатып, мен қамшымды сіздер алдыңыздар, қайтарып беріңіздер деген ғой. Сосын айтады, біз ондаймыз жоқ, алған жоқпыз, біздің шатастырма бала. Сенбесең бізді тексер дейді. Жаңа бала тексереді түгел дейді. Тексергеннен кейін айтады, әкеңе мына сөзді айтып бар дейді. Әкең сенің жақсы адам жамбас деген, жақсыдан жаман туады, адам айтсын ланбас деген
бір кінәрат қолдау сенің шешеңнен иттің бол қылшықсыз болмас деген дейді. Сондықтан да әрқашанда қазақ топырағына қарай дән өсет, тегіне қарай жан өсет дейді, туған жеріне қарай. Енді Абайдың екінші бір осы даналыққа үйреткен кісі ол әкесі Құнанбай, білесіздер. Құнанбайдың қасында 13 жасынан бастап мықты билердің алдында жаңағы әділ төрелер айтқанда аузымен жел істеген жаңағы нелер болған ғой, шешендер болған, шешендермен жүрген. Осы Құнанбай қайтыс болғанда сол кезде сол ғасырда атақты Тұрап деген ақын болған. Сол Тұрап айтады, Құнанбай өлді қағбаның қақпасындай дейді. Құнанбай өлді Құранның тақтасындай. Құнанбай алдынан Алла жарылқасын, алтын қалды артында атпасындай. Сол алтын артында қалған атпасындай осы Абай. Енді халықта айтады ғой, суаға тас қалады, кәрілерде жас қалады деп. Енді Абай Құнанбай мен былай бірінші сөзін қарап шыққанда сол орта жас екен ғой, көп нәрсені көрген, жасы 40-тан асқан, өзі ана қара сөздің басында айтады. Аударыңызшы, келіңізші. Мен аударып жүрмін бе? Мына осы айтады ғой, осы жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өткіздік дейді, алыстық, жұлыстық дейді. Бұл кезде енді патша үкіметінің отаршылық саясаты болған кез, ол өзі білесіздер, 4-5 рет би болды. Сол биде жер дауы, жесір дауы бар, соның бәрін өтті. Одан кейін інісі Оспан ғой деймін, Оспан қайтыс болғаннан кейін Еркежан дауы, осы Жидебайға келіп, осы шығармашылық жазумен айналысады ғой. Осы жерде мына сөзінде, мысалы, Абай қазақ халқының рухани дүниесіне терең үңілу айқын көрінісін беріп тұр. Халықтың игілігі, өзінің бар өмірін халықтың игілігіне арнап тұр. Енді жаңа айтқандай өзінің өлеңінде айтады, көңілім қайтты, достан да, дұшпаннан да, алданбаған кім қалды, тірі жанда деп. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмас анда-санда дейді. Осы жастық шақтан өтіп, өтпелі кезеңге келіп, өмірінің оңын солын танып, мысалы, мен де қазір жасым 46-та, бізде біраз нәрсені көрдік. Қазір көп нәрсеге сенбейсің, адаммен сөйлескенде қандай адам екенін білесің, кім алдап тұр, кім жүрегінен сөйлеп тұр, кім шынайы сөйлеп тұр. Абайды осы жасқа келгенде осы Жидебайға барып, Еркежанның өлеңінен кейін осы шығармашылықпен айналысумен толық кіріседі ғой. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, көп соқпалы, соқтықпалы жерде өстім, мыңмен жалыс алыстын кінә қоймай. О замандағы тартыстар, мысалы, Оразбайдың өзі біраз Абайға лаң саған ғой. Бірақ сол Оразбай Абай қайтар кезде білесіздер, алдынан барып кешірім сұрап, екеуі достасады да, Абай өлген кезде, қайтыс болғанда, Абай өлді дегенше Оразбайдың аты бір өлтесіндершіп, жылаған осы Оразбай болатын. Енді ел бағу, елге бағу, мынау келес, мұнан бір аударып тұрсын, түсінбедім. Бұлай аударым. Ел бағу деген не қойыншы? Мына жер жатыр, ел бағу, баға алмайын дейді. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не алып ұтқан көңіл болмаған жастар болмаса еді. Бізді Құдай сақтасын. Жаңа айтқандай, бұл жолы 5 рет болыс болып, елдің ісіне араласып, біраз жұмыс деген жер дауы бар, жесір дауы бар. Одан кейін жаңа уақыттармен өрге тартысы бар. Жүрген Абай 1886 жылы Қарамолда өткен съезде осы жер мен жесір дауы туралы 2 бапты енгізеді ғой. Сол кезде айтады, Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқысаңыздар, Абайдың рулар арасындағы жер дауы, жесір дауы өршіп тұрған ескі араздық бар, бақталастық бар. Соның бәрін көрген Абай неден биліктен көңіл қалып еді, өйткені өзінің ол Абай таза әділ билік тұрғысы еді ғой. Одан кейін оған жаңа 1868 жылы патшалық реформа келіп кіреді ол жерге. Оның да өзінің нелер болған, жаңа себеп салдары болған. Ол патшалық реформа қазақ халқының ұлттық тамырын ажыратып, дәстүрден ажыратып, отыршылдыққа үйретіп, жаңа салт санасына сына түсірген кезі ғой, әскери реформа. Соның бәріне қарсы болған Абай
орыс ұлтының ұлығы мен оязына сол кезде болыстардың байғұс қазақтың отаршылық шырмауына мықтап байлап шыққанын көреді ғой. Соған әбден көңіл алады биліктен. Оны осы орта жүздегі әнет баба деген баба бар ғой, сол айтады ғой. Сен тастанасаң халық қымсынайды, қымсынған халықтың көңілінен күнде шығу мүмкін емес дейді. Осыны айтқысы келіп тұр деймін. Екіншісі мал бағу. Мал бағу деген бұл, мал деген экономика ғой. Сол кездегі халықтың тауар айналымы бәрі малмен жүрген. Малдар өздерінің керегінше қарасын бақсын деп отыр. Негізі адамның бойындағы бүкіл қабілет ашылу деген ол жаңағы осы жерде айтып тұр ғой, сенің қабілетің бар ма? Еңбек ет, мал тап деп тұр ғой. Мал адам үшін, ғылым үшін жұмыс істеп тұр. Мал табу адамның болудың үлкен шын емес дейді. Мал табу адам болудың шарты ғана дейді. Адамдар өзінің сөзінде Абай айтамыз дейді. Адамдар Құдайдан мал сұрайды, бірақ Құдайдың беріп тұрғанын білмейді дейді. Адамдарға малды алай берсін деп ойлайды, бірақ дейді, оның денесінде қуат бар ғой дейді. 12 мүшең сау, еңбек ет, мал тап дейді Абай. Бұл Абайдың айтқан сөзі бүгінгі кешін әлі өзінің актуальдығын жойған жоқ. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, ойлап мал ізде дейді. Адал бол, бай тап, адам бол, мал тап, қуансаң қуан сол кезде біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Мұнда айтқан жаңа Абайдың егер қазақ бірігіп, бір-бірін дос болып, кәсіп іздеп, сол кәсіпке тапқан ақшаң ұлттың болашағына жұмыс істемесе, мұның бәрі бос әурешкі дейді. Сонда бай бол деген, бай болуға мысалы, Омар айтады, бай деген ол адам жай адам емес дейді. Бай болған адам ол ақылы бар адам дейді. Bir тиыннан екі тиынды құрастырған адам дейді. Ал мал табу, соның ақыл парасат күшінің жаңағы өскен шағы екен ғой жаңағы. Әйтпесе екінің бірі мен қолына келмейді ғой, бай болу, мал табу. Осы жерде тағы да Мұхамеджан Тазабековтың бір өлеңі бар, осында айтады. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қартайтқан ұлабайды дейді. Балақ тұрып қарекет қылғандардың бақыт келіп есігінен сағалайды дейді. Еріншектің етегі көлеңкеде соқасы күн астында тұралайды. Егер еңбек етсең, қарның тояды, еңбек етпесең, қарның тоймайды деп тұр ғой жерде. Жұмыс істеу керек, елдің болашағын істеу керек. Алға жылжу керек, өркениет, өсіп-өну, шын ниетпен тілектес болу керек деп тұр. Мына жастарға арнаған өлеңінде Абай атамыз айтады, адалдан тапқан тиындыр дейді. Салда сақта қапшыққа, қолыңдағы қорғатпа, мал арзан деп аптықпа, сыпайы жерде шаруа доңғойланып таптықпа дейді. Таптың ба тиын? Bir тиыннан екі тиын құрастыра білу керексің. Бүгінгі тілмен айтқанда, егер сенің жұмысың көп, айлығың болса, сенің егер жұмыстан шығып жатқан күннің өзінде сен бір подушкаң көріп қар жағында. Осыны айтып тұр Абай атамыз. Оны біздің ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсын айтады. Басқадан кем болмау үшін біз білімді һәм бай күшті болуымыз керек дейді. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек. Ал бірлік мықты болу үшін бәрімізге бірлік керек дейді. Ол күнде әлі өзінің актуалдығын түскен жоқ. Үшінші мынау ғылым бағу дейді. Жоқ, ғылым бағарға, ғылымда сөзін сөйлер адамда жоқ дейді. Білгенді кімге үйретесің, білмегенді кімнен сұрарсың дейді. Абай барлық өлеңдерінде, сөздерінде осы ғылымға, жас ұрпақты тәрбиелеу, ғылымға үгіттеу, ғылыммен айналысуға туралы шақырады ғой. Өйткені білім мен ғылым өркениетке бастар алғыс шарт екенін түсініп, жан тәніңмен сол ғылым мен білімді оқы деп тұр. Жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім дейді. Қолымды мезгілінен кешірмедім дейді, өкініп тұрады. Сіздер қазір жассыздар, ой саналарыңыз ашық, алда мүмкіндіктер бар, өркениеттің заманы бар мүмкіндік қолда, ғылыммен айналысу керек. Оны Ыбырай Алтынсариннің өлеңінде, өнер білім бар жұтар дегенде, осы жерде Ыбырай Алтынсаринда шегелеп тұрып айтып еді, өнер білім бар жұтар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жолдардан көзіңді ашып жұмғанша жедел хабар алғызды. Міне бүгін қолдарыңызға WhatsApp, Америкадан да қазір, Европадан да қай жерден болса жедел хабар келді қолдарыңызға. Ал тағы бір жерде айтады, мына білімдіден шыққан сөз дейді, талаптыға болсын кез дейді. Әрине адам дамиды, ғылыммен айналысу керек, бірақ сол ғылыммен де дамыған ой пікірмен де талаптымен, оқушылармен бөлісу керек деп. Ұстазды әйткез жалықпас үйретуден балаға деп, оны да шегелеп өтті. Жалпы Абайдың бұл жерде айтқанда
білім көз екен ғой. Адамның көзі мына абай айтады, адамның көзі мына өткінші жай ғана жалған дүниені көреді дейді. Мына көкіректегі көзбен түсініп білу керек дейді. Көкіректегі көз ешқашан адамды алдамайды. Ал қазақ айтады, көкірегі ояу, көзі ашық деп айтады. Дұрыс па, иә? Сондай сөз бар ма бізде қазақта? Көкірегіңмен сезін, жүрегіңмен дейді. Көкірек деген жүрек қой. Жүрегіңмен түсін, жүрегіңмен біл, жүрегіңмен ұқ деп тұр. Өзі айтады ғой, жүрегінің түбіне терең бойда мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойлайды. Ғылым болмай немене дейді, балалықты қисаңыз, болмасам да құсаппақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Айтпа дейді ғой, ғылыммен айналыс, ғылыммен жүр, ғылым қажет, себебі ғылым ертең елдің өркениетіне, ертең елдің экономикасын сөйтін негізі тетіктің бірі құралы болып табылады. Бүгінде өркендеу заманда қарасаңыздар, жаһандану кезінде өркениеті дамыған, білім ғылымы дамыған елдер өзінің үстемдігін оп-оңай жүргізеді. Кәдімгі экономическая война деген ұғым бар, экономикалық соғыс. Сол экономикалық соғыс ол қазір жүріп жатыр. Әрбір мемлекет өзінің экономикасы жүріп жатыр. Қай елдің экономикасы мықты дамиды, сол ел әрқашанда мына экономикасы дамыған страна третьего мира дейді, соларға өзінің үстемдігін жүргізіп тұрады. Сондықтан да ғылыммен айналысу керек. Оны сіздер, абай сіздер шақырып отыр, бізді шақырып отыр. Назарбек ассаламу алейкум. Софылық дін бағу. Бұл туралы мына софылық бұл жерде абай атамыз менің ойымша енді бұл суфизм ғой, жаңағы біздің Ахмет Яссауидан алып тұрған. Соны айтып тұрған сияқты. Даналар даламыздың кемесі дейді, еліктейтін ел жұрттың ересегі, Алланың өзі сөзі рас деген, ол абай үлкен сенім егеседі. Дін исламды діңегім ет білмесе, қара сөз жазып демеседі дейді. Ислам жаңағы софылық діні де жолында таза имандылықты уағыздайтын хакім ғой. Ихсан да? Ихсан деген таза шынайылық. Кез келген құлшылық та, ықылас та, саф көңілмен таза жүрекпен істеу керек. Егер сен таза жүрегімен, таза көңілмен болмаса, сенің құлшылығың қабыл бола ма, қабыл болмай ма, бір Аллаға аян. Өзінің сөзінде айтады Абай Құнанбаев, күні той ойымда бірақ Тәңірі өзіне құмар қылған оның әмірі дейді. Кез сондай келген жүрек ілімі, ихсан ілімі, ар ілімі дейді да Абай ағамыз. Әрқашанда осы біздің суфизм, софылық, ол ғасырлар бойы жалғасқан қазақтың дүниетанымы, бар болмысы, әдеп ғұрпы, салт санасы осы софылық дінмен жете байланысқан ғой. Сондықтан да софылық ілімсіз қазақтың иман сенімін жете түсіну мүмкін емес. Ислам, имам, ихсанды қатар ұстаған бабаларымыз бойында сабырлық, ұстамдылық, қарапайымдылық, қанағатшылық, шүкіршілік болған. Яғни бұл дала заңы. Кезінде біздің ата бабаларымыз өтірік сөйлемеген ғой, білесіздер, таза сөйлейтін. Ақсұлу ағамыздың бір естелігі бар, сол кісі айтады естелігінде. Осы далада дейді, бұрын барлық шаруалар бір ғана уәдемен шешетін, бір ғана сөзбен шешетін дейді. Қазір өзімен туған балам дейді, өзіне керек болмаса, айтқан сөзін тұрмайды дейді. Біз қазір сондаймыз ғой, сөз береміз, тұрмаймыз. Оны еще барып нотариусқа жаздырамыз, шегелейміз, бірақ сөзімізден тайып кетеміз. Ал Алланың есімдері көп, ал сол есімнің біреуі уәде. Құдайдың солай абзал, дұрыс па? Сол 19-20 ғасырда қазақ еліне келген этнографтар бірақ нәрсеге таң қалған ғой. Мына иен далада бүкіл шаруалар дейді, тағдырлар сол 90 ауыздың сөзін тобықтай түйінмен шешетін дейді. Кезінде осы Құнанбай атамыз білесіздер ғой, анау неге бармақшы болып, қажылыққа бармақшы болып, мына татар моллаларының білім алып, одан кейін мына өзіміздің осы Түркістан жаққа кетіп, Қызылорда жаққа. Сол жерде Қалжан деген жігітпен келіседі. Білесіздер ғой, ол тарих еместен. Қалжан деген жігіт, мына ислам, суфизм жолында жүріп, барлық келген кісілердің сұрақтарына дінмен, жүрекпен бәрін жауап береді ғой. Сосын Мекке, Медине туралы айтылады. Сосын бір сөздің арасында сөз шығады. Қажылық кезінде Меккеге барған кісілер егер қайтыс болса, жанатта болады дейді ғой. Сол кезде Құнанбай атамыз жаңа Қалжаннан бата сұрайды ғой. Онда сен маған бата бер дейді. Сүйегім Меккеде қалсын деп бата бермаған дейді. Ал сіздер білесіздер ғой бәріңіз. Бата өлімге жүрмейді ғой. Өлді ешкімге бермейді бата. Сол кезде жаңағы Қалжан қиналып тұрған кезде оның ағасы Божбан сол жаңа қырықтан алып шығады ғой. Егер
ердің тілегі болса қалсын, елдің тілегі болса қайтып келсін деп. Бұл да бір көрдіңіздер ма? Кең даладағы, дала заңында бас иген ата бабамыздың өзінің дұрыс табы, дұрыс сөйлеу, мәдениет бәрі осы жерден аңғарылып тұр. Бала бағу дейді, жоқ баға алмаймын дейді, бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін, не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай қайрат қосайын. Абайдың 10 баласы болған, білесіздер ғой, екеуі оның қайтыс болды ғой, кім? Мағауия мен Әбіш. Сол кезде қатты қайрады ғой. Бұл қайырғанның өзінде де сол кезде жаңа үрдіс, жаңа қоғам келе жатыр. Патшалық саясат кетті, экономика өсіп жатыр. Темір жол дамыған, шойын жолдар. Сол кезде абай айтады, менің түсінген, балаңды тәрбиелейсің бе? Ертең елге қызмет ететін тәрбиелейді. Ал бірақ тәрбиелегенде міндетті түрде жүрегінде иман болсын. Себебі иман дегеніміз отанды сүю, Төреғалидың өлеңі бар. Отанды сүю иманнан деген. Иман дегеніміз намыс, иман дегеніміз ізгілік, иман дегеніміз мәдениет. Баланы тәрбиелеп керек емес дейді біздің ғалымдар. Бірінші өзін тәрбиелейді. Өйткені бала көргенін істейді дейді. Әке көрген оқжанады, шеше көрген томшет дейді. Ол кезде бірінші сөз көрген деп тұр. Әкенің шайқалғанын көргеннің баланың тағдыры шайқалады дейді қазақта. Бізде талай жағдайлар болып отырмыз ғой, баламызға қандай күйде барамыз, кейін өткен өмірге артқа бұрып қарасаң өкінетін кездерінде болады. Соның бәрін бала көргенін қабылдап етіп әкесін. Сондықтан да абай айтады, бірінші баланы тәрбиелеген кезде алдымен өзін тәрбиелейді. Баланы еркін ұста, қорқытып, жекіп бірдеме айтуға үйретпе дейді. Баланы оның бәрі бос әуре, оны қызықтыр дейді. Ынтасын аш, ыждахаттарды мазат дейді. Баланы өзіңе тарт дейді. Балаға жастайынан ойын бұзатын, ойын сауық, қулықсын туралы айтпашы дейді. Мына бала жаңа болмайды деген сөз айтпа дейді. Ана Тұрсынбектің әзілінен көресіздер, білесіздер, көресіздер ғой, мына бала тупой, мынадан шықпайды деп. Қартайғанда не білесіздер, осының бәрін темпірбетіп. Сол кезде осының бәрі тәрбиелеген ғой. Егер баламызды жастан бастап дұрыстап тәрбиелесек, бала үлкейгенде осы елге, қызметке, осы еліне, қызметіне, жеріне қызмет еткен. Ал бізде қазір көп жастар көбісіне қалай істейді? Көп емес, бірақ мен аты сөйлеп тұрған жоқпын. Бірақ көбісінің ағылшын тілін үйрену, кету, Еуропаға кетіп қалу, Америкаға кетіп қалу, сол жақта өмір сүру. Мына жермен, ел мен жер ата-бабадан бізге берілді ғой. Жастар біздің болашағымыз, жастар біздің индикаторымыз. Бүгінгі жастар қалай дамиды, қай тілде дамиды, ой өрісін қалай жүреді, қандай мәдениетпен болады. Ертең қариялар сіздер. Сондықтан да отанды сүю, иманнан деп, имандарымыз берік болсын деп қоямын. Өзінің өлеңінде интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы деген өлеңі бар, жап-жас, тым жақсы өлең. Сол жерде айтады, балам закон білсін дейді. Қуанар ата анасы дейді. Ойында жоқ, олардың шариғатпен шалысы. Біз баламызды бүгінгі күні солай екен ғой. Баланың жаңа бір бастық болса, бірдеме жетсе қуанады дейміз. Баланың түпкі несі, ол балаға ел оған ойын, ел оған сенің балаң болсын, азамат болып өсті, арқасынан қағып жатса, сол ата-ана үшін үлкен жетістік екен. Оның жаңа материалдар емес, абай бұл жерде рухани әлемін айтып тұрсыз. Баламны білімді қылам десең, жақсы адам қылам десең, абай айтқан толық адам қылам десең, әуелі ниетіңді түзе дейді. Ниеттен басталып кеткен бәрі. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл болады дейді, ұлша тәрбиелесең құл болады дейді Ахмет Байтұрсынов. Негізі баланы тәрбиелегенде баланың ішінде отын өшіріп болмайды екен ғой, отты. От кімнің ішінде оты бар, қар жауса да сөндірме дейді абай. Әр баланың ішінде от бар, сол отты өшірмей, көзіндегі шоғын жанып, жақсы тәрбие берсек, бала болашақта жарып шығады. Жүсіп баласағын былай дейді, баққан ұлдан сәл тайса егер назарың дейді. Баққан ұлдан сәл тайса егер назарың, тарттым егер ертең соның азабын дейді. Тәрбиесіз білім олар ма? Олай болса уысынан шығармай дейді. Енді соңында айтады, ақыр ойландым дейді, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз, қара сия бермей қылайын. Бұл негізі осындай адам өзінің кемелденген, толған шағында осыны жақсы жазып, көрген, білген жазып, егер балалар ғана артында ұрпаққа мұра қалса, ең кемелденудің шағы осы екен ғой. Себебі біздің халық айтады, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Осы бүгінгі қоғамда да абай көтерген мәселелер өз маңын жойған жоқ. Абайдың жақсылық ұзаққа тұрмайды деген өлеңінде бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды дейді. Мен жаңа Дәулетке айтамын, абайдың өлеңдерін оқысам, барлық жерде көңіл толмайды екен ғой абай.
бірақ жерінде ғана қалың елім, қазағым, қайран жүрдім деп бастайды да, ары қарай сақалым өсіп кетті, жасымды айырмадың, ханмен бірдей болды, тек қана сол кезде болған солай болған шығар. Әбден анау көңілінен, жүрегін алып, содан кейін осыны жазған ғой, халыққа жол көрсетіп деп. Жаңа слайдтың басында айтып көрсетіп мен ол қанша тілге аударылған осы қара сөздердің. Қазіргі заманда ғылым мен технология қарқынды дамып жатқан кезде жастарға білім алуға, кәсіби даму, өзін жетілдіріп көңіл бөлу аса маңызды. Бұл толық адамның несі. Жаңа айттым ғой, толық адамның бір сипатының бірі намыс, иман, мәдениет, ізгілік деп. Неміс философы Ницше айтады, мәдениет мәжбүрлеуден басталады дейді. Мәжбүр талапқа, талап мінезге, мінез әдетке айналады дейді. Тәжіктің Рудаки деген ақыны бар, сол айтады, өмір сүрдім демеңіз, ізгілікпен, өмір сүрдім демеңіз, егер ізгілікпен құрастырылмаса кемеңіз дейді. Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы деп тұрып айтады. Сондықтан да біз болашақта балаларымызға бірінші тәрбие, білім, иман, намыс, ізгілік, отансүйгіштік үйретуіміз керекпіз. Сен болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір күрпіштен тетігін тартып арқалан. Егер біз бен сіз әрқайсымыз өзіміз орнымызды тауып, өзіміздің керек жерімізді қалам жасақ, онда бұл мемлекеттің тұғыры биік болады. Қазір қазақ халқында тәуелсіздігімізді алдық, бізде бәрі бар. Бәрі жетіп тұр, қарнымыз тоқ, көйлегіміз көп. Бізде бүгінгі күні бірақ нәрсе жетіспейді, құрметті аудитория. Ол мейіріммен, бір-бірімізге деген сағыныш пен сенім жетіспейді. Біз бір-бірімізге мейіріміміз жоқ, бір-бірімізді сағынбаймыз, бір-бірімізді сенбейміз. Сондықтан көп нәрсе тұрақтап қалдым сол жерден. Енді сөзімнің аяғында жақсы бір ақын бар, өткен айтыста шықты. Сол кісі айтады, аясынан арқар ауған арқаның дейді, арқасынан ала шабар көрмесін. Лекция аяқталды, тыңдағаныңызға рахмет. Сұрақ болса дайындал. Біріншіден рахмет. Мынандай сізді бірінші бұндай көріп отырмыз, жұмыста көріп отырмыз ғой, онда басқа тема, мына жерде терең теманы қозғап отырсыз. Енді шын жаңағы сіз айтқандай, Омар Желелді айттыңыз, ол кісімен кездескен шығарсыз. Иә, керемет кісі, бізде кездескенбіз. Енді қазақ ата-бабамыздың бұл кісі дәстүр-дін айтып жатыр ғой. Жаңағы сосын біздің дәстүрімізде, жаңағы ғұрыптарымызда бәрі шариғаттан, діннен шығады екен. Сіз жаңа сол теманы қозғап жібердіңіз кішкене. Рұқсат болса кішкене мен де сізге қостап нетсем. Мысалы, қазақ атамыз айтады ғой, бұл дүниеге қамшының сабындай қысқа дүние дейді. Сондықтан бұл дүниеден сыйласып өту керек дейді. Соны түсінген адам, мысалы біз араласпаймыз бір-бірімізбен, бір-бірімізді сыйлаймыз, өткенімізді білеміз, бәріміз ертең Құдайдың алдына барамыз. Сол жерде әрқайсымыз жауап береміз. Мысалы, әділдік жасасақ, ол үшін де жауап береміз. Алла қандай күнәні кешеді? Алламен арамызда болған күнәні кешеді екен. Ал біз жаназаға қатысамыз ғой, сөзі сұрайды ғой, мына кісінің қарыздары бар ма, сөзбен, тілмен, қолмен ренжітсе кешіресіздер ме деп. Сол анау адам ренжіткен кісі кешірмейінше, Алла кешірмейді екен, ол да Алланы кешірді. Бұл негізі терең тема, қысқаша сол. Рахмет, Алла разы болсын. Абзал рахмет сізге. Рахмет. Енді қардалар келіп қазына дейді, сізден жақсы келді ғой. Айтады ғой, биік-биік белес көп бағындыру тым қиын. Қартайғанда шалмен шалған болып оп-оңай, ақсақал болып тым қиын. Ақсақал болыңыз ба? Бар ма сұрақтарыңыз? Мына жерде мен өзім филологтар алып бердім. Мен жауап бере алмасам, филологтар жауап береді. Болды ма? Егер көңілдерінен шықпастан кешірім сұраймын. Көп рахмет сізге. Құрметті көрермендер, көп рахмет, осымен дәрісіміз аяқталды, сұрақ қоймадыңыздар. Бірақ спикеріміз бәрін өте егжей-тегжейлі, өте жақсы айтып берді. Өте сондай мағыналы. Ой қоссаңыздар болады? Айтыңыздар. Жоқ, ешкім асық тұрған жоқ. Ешкім үндемегесін айтып жатырмыздар. Айтыңыз. Алдыңызға шайынға көзіңіздердің мойнын Шығыңыз, шығыңыз. Мойнын болса, мойнын әжіп түседі.
мойындарыңызға әлі түсірмейді. Саламатсыздар ма? Мына бұл жерге анау айдаумен келген жоқпын. Шақырусыз өзім іздеп келдік. Жалпы Абайды... Сіз кім боласыз, бір сөзіңіз таныстырып кетіңізші? Мен филолог емеспін, есім Арғын болады. Спорт саласынанбыз. Волейболданбыз, былайша айтқан кезінде. Абайдың қара сөзін қара түнектен қазіргі қоғамға жарыққа қайтадан шығарып жатыр екенсіздер, бұл жақсы бастама. Жалпы Абайды қанша оқысаң да көп болмайды. Абайды кейде әркім өзінше түсінеді. Сол түсінгенмен кейде өмір сүріп жатады. Бірақ мен өзі бір нәрсеге ғана қынжылам. Қара сөзді тыңдауға қиналып келмеу керек, қалап келу керек. Арт жақта отырып піш-піш әңгіме айтылмау керек. Абайдың қара сөзді қараңғы кабинетте емес, Қостанайда телевидение бар. Соның төрінде, студияда, жарық жерде қарапайым халықтың қалауымен өту керек. Осы жерде айтылған әңгіме сіздер арқылы халыққа тарау керек. Жалпы қыз балалар көп келіпті, ол да қуантады. Қыз бала дегеніміз кім? Осы қыз балаларымыз қазаққа Абайдай ұл тауып беретін ұлжан анадай қыздар болу керек. Ұлдарымыз ұлықты болу керек. Бекболат Құсыдынұлы әдемі талдадыңыз, талдауыңызды тыңдадық, керемет. Ойыңызды түсіне алсақ, өткір ой айттыңыз. Көп нәрсені айтқым келеді, бірақ не айтайын енді, тілдің қысқалығы ма, ойдың қысқалығы ма, ары қарай апара алмай тұр. Айтар ойым ішімде. Бірақ болашақта менің осы жерде бір қалауымды ғана айтқым келеді. Бұл деген идеология ғой. Идеология болғаннан кейін ол идеология ауқымды болу керек. Кабинеттің көлемінен шығып, аудиторияның ауқымынан асып, үлкен бір студияларда тек қана Инстаграмға түсірілмеу керек. Фейсбукта талқыланып, одан ары қарай осы жерден дау туғызып жіберіп, одан ары қарай ой қосатын болып өтсе, нұр үстіне нұр болар еді деген ойдамын. Менің ойым осы, айтқым келген осы. Менің Абайды талқылайтын ондай білімім жоқ. Оны айтатын, оған қосар ойым жоқ. Менің тек қалауым бар. Сол қалауымды айту үшін шықтым. Қалауым сол үлкен деңгейде өтсе, жастар айдаумен келмесе бұл жерге. Өйткені жаңа бір-екі әңгіме естіп қалдым, можно біз фотоға түсіп алып кете береді деген. Ондай әңгіме болмау керек. Жастар, сіздер ан жақтағы студенттерге айтыңыздар, келіңіздер, осы жерде дауласыңыздар. Мына жердегі спикердің ойымен келіспесеңіздер тіпті жақсы болады. Өздеріңіздің жаңа көзқарастарыңызды айтыңыздар. Менің айтарым осы, қалауым осы. Бекболат Құсыдынұлы, сізге үлкен рахмет. Сізге рахмет. Біз енді кірпішін енді қалап жатырмыз ғой, жаңа айтқандай. Сол дұрыстап қалу керек. Дұрыстап қалу керек. Таңғалып қосарларыңыз бар ма? Сөйлейін деушілер, іштерінде болып қалмаңыздар, айтып қалыңыздар. Жоқ па? Жастар жағынан. Сіздерді күшті келіп жатыр, мүмкіндігілеріңіз. Жастар жағынан сөйлесем, негізі осы жаққа келгенбіз, бірақ тек қана мәлімет тек қана қазақша болғандықтан кішкене ыңғайсыз болған. Сол себепті негізі бұл Абайдың сөздері ғой. Біз Абай атамызды құрметтейміз, и сол үшін негізі бұның барлығын екі тілде өткізу керек. Ол менің ойым. Бұл Абай атамыздың айтқан жаңағы жолын, осы жаңағы енді сөзін оқу бір, ол түсініп, осы кісілердің жолын ұстасақ, бізде вахабист деген, хизбут тахир деген ешқандай течениелер болмайды, мүлдем болмайды. Өйткені бұл жерде жаңағы ол теріс ағымдар, олар именно осы біздің дәстүр дініміздің жаңағы бауырымыз айтты ғой, идеология, бұл көзқарас, ақида дейді араб тілінде. Сол ақида дұрыс болмағасын жаңағы адасып кетіп жатыр дінден. Сондықтан мынау жаңағы айтқандай біздің дәстүр ғұрыптарымыз барлығы шариғаттан шығады. Қолдың шайының өзі тамақтан алынды, оң қолмен тамақ ішу барлығы шариғаттан алынған. Менен кешірім сұраймын, орыс тілінде айтамасам. Менен тілім қазақша шыққан, қазақ отан қаласымын, қазақ елінде тұрамын, мемлекет тілде сөйлеп тұрмын,
қазақтың наны тәтті, қазақтың суы тәтті, қазақтың жері тәтті, қазақтың тілі тәтті деп ойлаймын. Мен сіздерге үйрену керек. Бағана айттым ғой, сіздер болашақ индикатор сіздерсіздер, жастарсыздар. Ертең осы көрген, білгенді айтатын ұрпаққа, келесі ұрпаққа жеткізетін сіздерсіздер. Біз үшін қаншама ата бабаларымыз осы ұрпақ алып келді, ары қарай сіздер бересіздер. Негізі бірақ ол қазақтың мәдениеті ғой. Мысалы абайдың сөздері. Ал мысалы адам өзі отбасында орысша сөйлесе, оған кішкене ыңғайсыз болады ғой қазақ тілінше. И сол себепті негізі сол қазақ тілді дамыту түрінде ең маңызды сол мәліметті тек қана қазақша емес орысша деп. Димаштың өлеңін естіген кісілерде малазиялықтарда, американдықтарда бәрі қазақша айтып тұр ғой, одан қиындық жоқ. Ол сенің қаныңда бар, жаныңда бар, ана жүректегі рухани шамды жандыру керек та кішкене, ояту керек. Сонда бәрі жақсы болады. Мен енді орысша айта алмаймын, жеткізе алмаймын, мен қазақша сөйлеймін. Это не причина. Герой семья разговаривает. Не, ол кісілер айтса, ол ішінде айту керек, басқа ұлттарда түсінсін деп отыр. Қазақша түсінуіміз керек, дұрыс. 100% қазақша түсінуіміз. Ағылшынша айту керек, ағылшынша үйренсін, сол ғой мәселе. Аудитория қазақ. Жоқ, осы менде бүкілдердің ой қалатын причина басталады. Осы өмірдің баянсыздығын сезіну деген. Сонда егер ол кісі 29-30 жасында өзі өмірдің баянсыздығын көріп, разочарование болып жатса, сіздерде қандай ой бар? Көңілдеріңіз қалап жатыр ма өмірден? Или келісесіздер ме осыған? Негізгі түйіні солай ойын деп тұр ма? Айтты сөзі мен. Бүкілдеріңізге орта. Бұл жерде біз түсінуіміз керек. Материалдық әлем бар, рухани әлем. Рухани әлем. Иә, рухани әлемді қалай түсінесіз? Қараңжа, рухани әлемді мен ойлану себебі бар дейді, сіз көтерін дейсіңіз бе болады? Арғын айтады. Ойым жете ме, жетпей ме дейді. Кім оқыған, тоқыған адамдар болса, яғни оның рухани дүниесі бай болса, оның ана жерге шықпай-ақ қойды. Шығуы, сөйлеуі, ана жерде өзін ұстануы бүкілдерін көрсетеді. Сондықтан кейін материалдық пен руханиді ешқашан шатастырмайды, жоқ, қараңыз, сіз как діни жағынан көтересіз ба? Діни жағында ол хақиқат еткізді. Ол хақиқат. Дінде материалдық әлем мысалы 18.000 әлем деді ғой, бүкіл галактикалар руханият әлемінің алдында бір мұхиттың бір тамшы сияқты. Мұхитта қанша тамшы бар? Сансыз, шексіз. Ана мұхит болса біздің әлемдер, бүкіл әлемдер бір тамшы. Ол ақылға сыймайтын нәрсе. Ол ақылға сыю үшін қысқаша айтқандай жүрекпен қабылдау керек, рухани. Мынау материалдық ақылмен біз бәріміз материалсыз болып кеттік. Неге келгесін? Мына кісілер, бұл кісілер, жаңа 34 жасында руханиятқа өтіп кеткен кісілер. Бұл кісілер де әулие, Алланың достары. Бұны түсіну үшін өте терең нәрсе бұл. Иә, өте терең. Сондықтан, мысалы, Омар Хайям айтқанда жаңағы шарап ішем, жаңағындағы нәрсені материалистік адамдар ойлайды, кәдімгі шарап ішіп жатыр. Жоқ, ол божественный напиток. Ол Алланың жаңағы шарабын ішіп жатыр да. Рухани бір мүмкін сіздерде болған шығар, Түркістанда бір үлкен ақсақалдардың арасында болғанда, бір сондай ішіңізде бір ләззат аласыз да. Семья бүкіл ұмытып кетесіз. Сондай рахат. Ол жәннаттың бір тамшысы ғана. Негізі осыдан түйін дегенде сіздің өміріңіздегі баянсыздық емес, бүкілі баянда болатын сезіну болады. Солай ма? Жаңа бірінші қара сөзді бастағанда. Енді бұл жерде мынандай сіздің ойыңыз ол. Мен сізге сырттан қарап сізге осы келбет жасаған. Кейбіреуінікі бірақ баянсыз. Солай ма? Енді әр адам сынақтар болады. Бастығымыз біледі, біз қандай сынақтан өтіп жатқанын. Енді абай айтады ғой, ағай, анау айтады, кейде жылап, кейде күліп өтіп жатқан өмір ай, үйге кіріп, құлазыған көңіл ай дейді. Кейде жылап, кейде күліп, құлазыған көңіл ай. Үйге кіріп, сыртқа шығып өтіп жатқан өмір ай дейді. Өмір өтіп жатыр ғой. Ана кім жаңа Омар Хайям айтады, қадірлер қалса да алда неше күнің ажалбастан кешеді ғой дейді. Біз байқұс ең болмаса шөп демеспіз, орған соң қайта болып көсет ол дейді. Сонда әр шында жүрегімізге ие болып, әлеммен ізгілікпен өмір сүреміз ғой. Сондықтан ол енді біз өз рухани дәрежемізге байланысты кім қалай оқиды, солай қабылдайды. Иә, жаңа дұрыс емес идеология деп айтып жатқан. Жаңа айтып жатқан идеология дұрыс емес. Мысалы, дінімізде
дініміз, дін ислам үш ілімнің үстінде тұр. Ол ақида ілімі, көзқарас, сенім. Екіншісі ихсан дейді, жаңа айтқан зерттеу ілімі, рухани. И амалият, ол сыртқы көрініс, қол, аяқ, қалай біз сөйлейміз, қалай оқимыз, қалай тұрып намаз оқимыз деп бүкіл материалмен жағып, оны шариғатқа бағындырамыз. Жаңағы үш ілімді біз ұстамасақ, біз толық дінді ұстай алмаймыз. Мысалы, ақидада жаңағы вахабистер ашық емес, аруақты қабылдамайды, жаңағындай руханият ілімін қабылдамайды, сондықтан олар вахабист болып кетеді. Олар амалын істейді. Бірінші жағы айтылған қара сөзінде бізде құр дін ғана емес. Егер дін болса, әрине сізді тыңдар едік. Бірақ сізде қазір біз дінге бағытталып жатқан жағы. Енді қараңыз, Абул Масуд Матуриди деген кісінің ақидасын ұстаймын. Қазақстан орталық Азия, ата бабамыздан келеді, пайғамбарымыздан келе жатқан ілімдер. Ол кісі бұл дүниеге біз не үшін келдік? Бірінші сұрақ. Адам баласы Алла не үшін жаратты? Аллаға сенеміз ғой? Алла бұл бізді жаратты. Сенесіз ғой? Әрине сенеміз. Вот, бізді не үшін жаратты Алла? Сол көзқараста айтылған дәстүрлі көзқарас, бұны муфтидан, имамдардан сұрауға болады. Бұл дүниеге адамзатты Алла жаратты, Алланы тану үшін. Первая цель біздің, бұл дүниеге келдік па, үйлену емес, жаңағы үй салу емес, басқа емес, Алланы тану екен. Екіншісі, Алланы танығасын, Аллаға өзін тапсыру, тәуекел ету. Вот екі-ақ задачамыз, негізгі. Қалғаны әрине біз үйлену сүннет, үйленуіміз керек. Бала шаға мынау әлемде жаңағы өмір сүруіміз керек, бұл әлемге келгесін. Бірақ бұл әлемде сонымен қатар сынақтар болады. Мысалы, әрбір жерде намаз уақыты келді ме, намаз оқиын ба, или ресторанға барамын мысалы. Ең бөліп жүрді бір ренжімесіз, өміріңіз баян ба, баянсыз ба сомен, соны айтыңызшы, негізгі түпкі түйіні. Баянды деп айтайын, енді материалдық көзқараспен қарағанда мен бақытсыз адаммын. Не, осыны естігім келмейді сізде. Неге? Негізгі түйіні. Негізгі түйіні білесізден шықты. 30 секунд беріңізші. Сіздің жаңағы ойыңызды ары қарай қоса кетейін. Бірінші мақсат адамның былайша айтқанда өмірге келген өзінің бір несі болады ғой, предназначение ма, миссиясы болады. Жаңағы кісі айтты ғой, идеологиясына еркін мысалы, созылмалы соқпақты жолмен жүрдім деген ғой, менің жолым жердегі мынандай мысалы сізге сұрақ қойғым келеді. Барлардың бәрі білекті, ақындардың бәрі ақыл деген сөз емес қой. Дұрыс. Менің ана жерге шықтым, ойымды қостым, араларыңызда кәдімгідей талқылау пайда болды. Менің мақсатым осы жердегі осы болды. Сізге рахмет. Мақсатым осы еді. Арада тұтып. Жаңа айтқан сөзді осы деймін жалғастырып қойсақ. Енді пайғамбар кімде-кім өзін таныса, Алланы таниды. Сол үшін біз ең бірінші Аллаға емес, өзімізді ізденеміз. Біз өзімізді, ішімізде ой пікір, ниеттерімізді түзейміз. Жаңа айтты ғой, Алланы тану бірінші мақсат. Енді пайғамбарымыз айтып тұр, Алланы тану үшін өз-өзімізді тану керек деп. Енді не істейміз? Біз өз-өзімізді қопарамыз ішімізде. Ізденеміз. Сол жерде біз не табамыз? Жүрегіміздегі жаңағы жанымыз. Жоқ, ағай дұрыс қой, абай айтып тұр, өзіңе сен өзіңді алып шығар деп тұр. Рухымызды қанығасын, рухымыз арқылы руханият әлемге келеміз. Ары қарай пайғамбардың Мұхаммед саллаллаху алейхи әлеміне келеміз, ары қарай Аллаға жетеміз. Біз неге тіріміз? Білесіз бе? Білесіз бе? Сөз тереңге отыр. Жанымыз, рухымыз тірі. Алла рухымызды жаратқанда Аль-Мисақта жаратты. 8 субъекті сипатын берді. Сіз просто ма жеке нөмірдер солай масштабный темалар ғой бұл. Сізге рахмет. Қазіргі бүкіл актуальный темалар көтерді. Міне барлығы өзекті мәселелер қарастырылды. Әрқайсының өз деңгейіндегі дамуларын көрсетіп жатыр. Рахмет. Сіз енді абызға хабарласыз, бұл кісі әлі сақтан сөйледі. Лакамбай айтты. Дамаганға дейді. Рахмет. Кешіріңізші, жастар айтып кетерім бар. Бекболат Құқыныш, жаңа оқыған лекцияңыз өте терең, мағыналы, бірақ қазіргі жастардың неге олай сөйлеп тұрғаны, өйткені сөздің астарын түсінбейді. Сол сөздің астарын түсіну үшін балалар сіздерге көп оқу керек. Әсіресе осы біздің қазақ авторларын. Біз мысалы өзіміз Совет үкімет кезінде оқыдық біз.
бірақ біз көбінесе орысша оқыдық. Көбінесе орысша оқыдық, Пушкин, Лермонтовты бәрін жатқа білеміз, бірақ өзіміздің қазақ жазушыларды білмейміз. Сондықтан сендерге ұсынысым көбірек материалдарды оқысаңыз, сендер рухани жағынан да кішкене миларың да дамиды. Өйткені қазір бәрі соткамызбен отырмыз ғой, оқығымыз келмейді негізі. Бірақ сендерге жастарға айтатыным, көбірек оқысаңыз, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Орысшада айтып жіберейін. Чем больше вы будете искать материалы для собственного обогащения умственного, тем больше у вас будет знаний, и вы будете понимать между строк, что хотел в данном случае, о чем сказать хотел Абай. Вы студенты, да? Я имею в виду, что мы здесь сидим, студенты, да, вот, допустим, не все знают, не все могут понять казахский на том уровне, на котором сейчас объясняли. И я имел в виду, что великие слова Абая нужно бы подавать не только на одном языке, и нужно бы, ну, это не к вам претензия в этом случае, потому что казахский язык — это язык, который мы все должны уважать, это наш родной язык. Вот. И по поводу того, что там изучать определенную литературу, я думаю, что каждый найдет для себя сам что-то. Человек, когда хочет учиться, он будет учиться. Если он не хочет, то все это мимо в любом случае. А слова Абая можно читать на любом языке, и они все очень полезные, мое мнение. Но истинное, вот, если понять смысл, это нужно читать на том языке, на котором... Да, на оригинале. То есть есть слова, те, которые могут понять все, не одинаково, потому что в словах заложен некий смысл, некий код. Поэтому нужно нам сейчас, вот нынешней вашей молодежи, учиться читать между строк. То есть то, что имел в виду автор. Арттан отырып қой, арттан байқалады да, басында келген кезде бәрі телефон ойнатсақ, тірі адам тіршілігін істейді деген рас екен. Тірі дебат болды, тірі байқау не болды, талқылау болды. Жастар бәрі телефон ұстап, бәрі ойлаған кім ұрысса деген осылай болу керек, осындай ауқымды болу керек. Керемет. Құрметті аудитория, қатысушылар, менің есімім Ринат, мемлекеттік қызметкермін. Негізі бірінші лекцияны біз осы бастап отырған болатынбыз. Мен осымен 4-ші рет қатысып отырмын, 5-ші ретке қатысып жатырмын. Жалпы бүгін 11-ші дәріс. Әр дәріс өзінің ерекшелігімен өтіп жатыр. Өйткені дәріс оқушы адамға байланысты әртүрлі аудитория келіп жатыр. Мысалы, қазір бүгінгі неде дәрісте спорт саласынан адамдар біраз келді. Енді бізде бірінші бекболат ұсыныс айтқан кезде, жалпы біз дәріс оқитын адамдарға ұсыныс берген кезде, бірінші кезде адамдардың жаңағы айтатыны, мен жұмысым бойынша айтам ба, қалай жұмыс, Абайды жұмыспен байланыстырайын ба деген сияқты. Бірақ қазір мысалы бүгінгі бекболат ұсыныстың дәрісінен көріп отырмыз. Біз мысалы жұмыс бойынша үнемі бірге жұмыс істейміз, бірге араласамыз, қанша құжаттарды жаңағы қараймыз. Бірақ бұл кісінің мысалы жаңағы ақындыққа жақын екені, біраз өлеңдерді жатқа білетіндігін көріп қазір таңғалып отырмыз да. Бұл да бір адамның мысалы осы бүгінгі дәріс берген бекболат ұсынысының басқа қасиетін ашып көрсетіп жатыр бізге. Осындай бұл былай айтса ешкімнің үстінен бір күштелген жоба емес болатын. Біз өзіміз ақылдасып бір-бірімізбен сөйтіп осындай бастамашылық негізде жүргізіп жатырмыз. Жастардың да айтып отырған, жаңа студенттердің айтып отырған да дұрыс негізі. Оны тек қана бір жағынан қазақша ғана өзіміз осы Абайды қазақша түсіндіреміз емес. Ол не үшін егер Абайдың айтқаны құнды болған үшін, ол қаншама тілге сөздер аударылды. Яғни ол тілдер де бар. Егер де жастар жағынан мысалы жақсы бір ұсыныс болатын болса, біз дайынбыз. Мысалы университеттің көлемінде егер де предложение, формы дебата, форме чего-то там провести в рамках университета и на русском языке вообще проблем нету. То есть как бы самое главное бізге жаңағы ең бастысы Абайдың не айтатындығын және оны қазіргі күнде онымен қалай біз салыстырмалы түрде соны білу бойынша және бүгінгі күнмен бірге Абайдың сөзі өзгерді ма, немесе осы уақытқа қалай келді. Ол үшін кез келген жаңағы формаларға, кез келген жүзеге асыру да маңызды деп ойлаймын. Сондықтан енді жаңағы менің түсінгенім, әркім өзімше түсініп отырмыз ғой. Менің түсінгенім жастар мысалы көбірек қатысып
вовлеченным быть в это. И они побольше спорили, если, к примеру, на русском языке в рамках стен университета, если какие-то у вас есть в форме дебата или лекции, там можно провести, вообще проблем нету. Өйткені ең бастысы біз жаңағы осы кезіндегі біздің ғұламаларымыздың жазып кеткен бізге айтайын деген сөздерін ол тек қана қағазда ғана қалу емес, осылай талқылап бір-бірімізбен әңгімелесейік, осындай жаңағы пікірталас туындырайық деген оймен болған. Сол енді ақырындап жүзеге асырып жатыр. Жалпы енді Абайдың күнінде басталды ғой, бірақ біз есептедік, сол келесі жылғы жазға дейін біз 45 сөзін оқып шықсақ деп отырмыз. Бұл жерде мысалы қазір Бекболат ұсынымыз сөйлесе, келесі лектор, әр лектор өзінің бір ерекшелігі бар. Мысалы келесі бізде Арқалық педагогикалық университетінің ректоры келіп деп ойлап отырмыз. Енді бұны да әрине, бұл бірінші жоба болғаннан кейін, және бұл академияның қабырғасында жасалған жоба болғаннан кейін, бізде енді осы академияның әлеуметтік желісінде сақталып, ол жақтан да көріп, адамдар қарап отыр. Кейін Алла қаласа ары қарай бұл жоба басқаша болуы мүмкін. Сондықтан бұл енді осы бір сәтті жүзеге асырып жатқан жобалар деп ойлаймын. Барлықтарыңызға осы келіп, ой қорытынды жасап жатқандарыңызға, пікірталас жасап жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Бәрібір бүгінгі күннің өзінде де біз өзіміз жеке-жеке, мысалы бірінші сөзді енді бәріміз оқыған шығармыз, көбіміз оқыдық қой. Оқыған кезде басқаша оқисың да, одан кейін мысалы осындай әрбір сөзін, әрбір сөйлемін талқылаған кезде ойыңда көбірек қалады дегендей. Қазір бізге де өтіп кеткен дәрістерді алсаң, мысалы бірінші сөз деген кезде осы Бекболат ұсынымның айтқан ойлары көз алдына келе түскен, өз ойларында қорытынды жасайсың дегендей. Рахмет. Осы дәрісті тыңдағанымызға, сізге дайындалғаныңызға рахмет. Бұл кісі 4 аптадан дайындалды. Негізі мен айтқам, 2 апта уақыт мүмкін береміз сізге де. 2 аптадан кейін болса, менің ойымша бұл кісі жеке өлең шығарып беретін. Поэма жол. Рахмет.